Армысыз қадірлі көрермен. Дін және қоғам бағдарламасының кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Мырзабек Сардарбекұлы Тойғанов, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының экстремистік идеологияға қарсы тұру бойынша қаж мамандарын даярлау орталығының бастығымын, полиция подполковнигі. Бүгінгі негізгі өзекті тақырыбымыз ол ұлтаралық жанжалдар және экстремистік идеологияларға тоқталған, бірақ бұл тақырыптарға тоқталмастан бұрын біз білеміз, бүгін 3 іс-шара өтті. Соған тоқталып өтсеңіз, қандай іс-шаралар өткіздіңіздер, қандай тақырыпта өрбіді? Бүгін Рудный қаласында 3 кездесу өткізілді. Бірінші кездесу халықтың әлеуметтік осал топтармен, одан кейін жұмыс жасайтын жастардың отрядтармен, сонымен қатар жұмыссыз жастармен кездесу өткізілді. Олардың негізі тақырыптары ол Қазақстандағы ұлтаралық қарым-қатынасының бірлігінің ерекшелігі және де оны қалай нығайту және қалыптастыру және нығайту жолдары. Сонымен қатар елімізде және әлем дүние жүзінде енді әсіресе интернет желілерде таратылатын мынау діни жағынан діни жағымсыз деструктивті идеологиялардың таралу мәселелер және оларға қарсы тұру әдістері. Қарапайым халықтың, қарапайым жастардың арасында әсіресе осындай деректер, осындай контент кездескен кезде жастар өз-өзінде қалай ұстану керек және оның әрине жауапкершілігі алдын алу бойынша. Жұмысыңыздың негізгі міндетін атап өте аласыз ба? Негізі біздің орталығымыз 2019 жылда ашылған болатын. Біріккен ұлттар ұйымының көмегімен, қолдауымен. Оның негізгі мақсаты еліміздегі қылмыстық атқару жүйесіндегі мекемелерде өздерінің жазаларын өтіп жатқан әсіресе экстремистік және террористік қылмыстар үшін сотталғандармен жұмыс істеу әдістемелерді әзірлеу, оларды әрине апробациядан өткізу және де біздің сол салада жұмыс істейтін қызметкерлерге әдістемелерді шығарып, оларға көрсетіп, біліктілікті арттыру курстарында оны енді даярлау, білімді даярлау, біліктілікті арттыру жағынан әріптестерімізге оны насихаттау. Соңғы кезде ұлтаралық жанжалдар, әсіресе әлеуметтік желіде қатты өршіп жатыр. Бұның себеп салдары не деп ойлайсыз? Өкінішке орай ондай мәселе бар. Енді бір жағымды нәтиже ол әлеуметтік желілерде таратылатын осындай жанжалдар, қырғи қабат, көптеген конфликттер интернетте болса да ол конфликт болып саналады. Бірақ бір жағымды нәтиже ол интернеттегі конфликт қазір енді көшеге дейміз ғой, халықтың арасына офлайн форматқа кең таралмайды. Ол мен ойымша біздің мемлекетіміздің саясатының нәтижесі болып деп айтуға болады. Және де әрине енді халқымыздың ғасырлар бойы қалыптасқан тәжірибе мәдениет, әсіресе ұлтаралық қарым-қатынасты ұстану, оның ішінде көптеген осындай құндылықтар, соның ішінде ең бірінші ол толеранттылық. Толеранттылық және бір-біріне құрметпен қарау. Мен бүгінгі кездесулерде барлық аудиторияларға мысалы құрметтің мәнін аштым. Құрметтің мәні ол қамқорлықта. Мысалы кез келген жерде, әсіресе мысалы автобуста, егер жас бала, жас жігіт, қыз бала болсын, үлкен кісіге, қарияға орын беретін болса, оны біз құрмет деп атаймыз. Бірақ оның мәні қамқорлықта. Ол шын мәнде үлкен кісіге қамқорлық көрсетіп отыр. Біздің халқымыз, біздің ата-бабаларымыз, әсіресе мынау 20 ғасырдың бірінші бөлігінде көптеген ұлт өкілдеріне,
мыңдаған халықтарға, ұлт өкілдеріне жер аударып, осы жерге өздерінің тағдырын байланыстырған кезде біздің ата-бабаларымыз оларға осындай риясыз қамқорлық көрсетті. Қазіргі уақытта біз оның жемісін көріп отырмыз. Бірақ та кейбір жастар айтады, мысалы теледидарда, интернетте осындай көптеген деректер кездеседі. Мысалы Чечняда, мысалы Қазақстанның номерімен өтетін машинаны, автомобиль, автокөліктерді полицейлер тоқтатады, сосын сұрайды, сіздерге көмек керек па, мысалы үй жай керек па, немесе тамақ жай ішіп алыңыз біздің үйімізде. И мен айтам, ол неге ондай болып жатыр? И жастар айтады, өйткені біз кезінде оларға осындай қамқорлық көрсеттік. Мен оларға айтам, біз емес, біздің ата-бабаларымыз. Ал біздің міндетіміз осы қарым-қатынастың ерекшелігін сақтау. Оны әрине білу және сақтау, и болашақ ұрпақтарға оны аманат ретінде қалдыру. Сондықтан, өйткені бірлік деген ол өте осындай нәзік нәрсе. Оны жоюға, одан айырылуға көп білім керек емес. Мысалы, қазіргі уақытта бір-біріне осындай бауырлас этностардың арасында, біз білеміз ғой, көріп отырмыз, жай ғана жанжал емес, жай ғана қырғи қабат емес, нағыз соғыс болып жатыр. Сондықтан осындай, ал біздің елімізде сол барлық бұрынғы ТМД елдерінің, бұрынғы кеңес үкіметінің ұлт өкілдері біздің жерімізде, елімізде өмір сүріп жатыр. Бейбітшілікте, бірлікте. Сондықтан оны сақтауға біз күн сайын, сағат сайын кез келген жерде оған атсалысу керекпіз. Бірақ ол үшін адамның ерекше білімнің негізінде және де өзінің мынау ішкі дүниенің сезімінде осындай тәрбие болу керек. Адам оған, әрбір азамат оған осындай тәжірибеге, ұлтаралық қарым-қатынас тәжірибеге әрбір адам ішінен дайын болу керек. Және оны сақтауға күн сайын оған тырысу керек. Сіздің сипаттап отырғаныңыз енді бұл тарихы бір, кезінде бірге бауырлас болған мемлекеттердің бір-біріне деген қамқоршылығы, сыйластығы. Ал қарама-қарсы жағдайда не істеуге болады, егер ұлтаралық аразылық туындаған кезде? Интернетте, әлеуметтік желіде емес, былай бетпе-бет келіскенде. Ең біріншіден азаматтар оған қарсы тұру құралдардың бірі, ол әрине критикалық ойлау. Критикалық ойлау дегеніміз ол қарапайым сұрақтардан басталады. Мысалы, кішкентай бала қандай сұрақ қояды ата-анасына, мысалы, немесе аға-апаларына. Бұл не, бұл қайдан шыққан, бұл не үшін керек, бұл қай мақсатпен жасалынып отыр, мысалы. Осындай қарапайым сұрақтардан критикалық ойлау басталады. Бірақ онымен әрине шектелмейді. Өйткені қазіргі уақытта енді біздің дүниеміз, өміріміз сондай, кез келген іс-қимыл ол жайдан жай жасалынбайды. Оның түбінде белгілі бір мақсаты бар. Сондықтан, мысалы, интернет желілерде азаматтарды, біздің жастарымызды, мысалы, осындай диалогқа шақырған кезде, әрине көптеген біріншіден сұрақтар қойылу керек. Бұл кім? Қандай канал болса, мысалы, бұл осындай канал болса, осындай журналистің, блогер болсын, оның қандай рейтингі, мысалы, оның мынау, қалай айтады, контент, мысалы, қандай тақырыпта, мысалы, осындай эфирлерді жасайды. Бірақ ондай сұрақтарды адамдардың көбісі қоймайды, ойлайды, что қазір, мысалы, мен әңгімелесем, ол кісі
менен алыс, ешқандай одан кейін жауапкершілікке ешкім мені тартпайды, өйткені ол кісі басқа елде тұрып жатыр мысалы. Бірақ та ондай оқиғалар бізде өкінішке орай қылмысқа тартылған осындай оқиғалар өте елімізде көп болды. Ең біріншіден біздің халқымыздың және бірлігіміздің сапасы өзгереді. Тіпті біз бірліктен айырылып кетеміз. Сондықтан ондай іс-қимылдарды біздің еліміз, мемлекетіміз, әсіресе мен мына қызмет атқарып отқан Ішкі істер министрлігі, оған біз жол бермейміз ешқашанда. Кез келген осындай жамандық жасаған, ұйтқы салған халықтың арасына азаматтар, олар бәрі де жазаға тартылады. Бүгін ғана жаңалықта бір шетелдік блогер, әйел кісі Қазақстаннан шығарылып, оны Қазақстаннан шығарды, 5 жылға Қазақстанға кіруге шек қойылды. Ол не үшін жасалып отыр? Ол өйткені біздің азаматымыз емес, және де оның енді іс-қимылы қылмыстық мұндай қатан баға берілген жоқ, қатан жазаға тартылмаған, бірақ та елімізден оны шығару және елге кіруге шек қою мысалы, ол да жазалардың бірі болып саналады. Оны әрине мынау жаңалықтарда, барлық әлеуметтік желілерде оны кең таратылады. Шетелдіктер оны бәрі де білу керек. Өйткені Қазақстанның қандай өзіміздің ішкі саясатымыз, біз кез келген әлем дүние жүзінде болып жатқан ұлтаралық, мысалы дінаралық соғысқа біздің өзіміздің ерекше көзқарасымыз бар. Оның негізгі бағыты және мәні ол бейбітшілік және кез келген соғысты, конфликтті бейбітшілікпен, диалогпен, дипломатиямен шешу. Ал жаңағы айтып өткен жазадан бөлек заң жүзінде бізде қандай жаза түрлері қарастырылған? Негізі әрине біріншіден, егер бізде 174-ші бап бар қылмыстық кодексінің, ол әлеуметтік, ұлтаралық, дінаралық, сословие аралық осындай наразылық және конфликтке әкелетін іс-қимылдар, олар қылмыстық жазаға тартылады бәрде. Ал енді ең осындай төмен деген жаза, ең бірінші жаза қадамдарының бірі, ол 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Бізде өкінішке орай ондайлар әлі күнге дейін кездесіп отыр. Өкінішке орай енді азаматтарымыз мұндай енді біріншіден әрине заңды білмейді, екіншіден осындай қарапайым ақпаратты оларға ешкім жеткізген жоқ, мысалы. Сондықтан біздің бүгінгі Рудный қаласындағы іс-шаралардың мақсаттарының бірі осы мәселені көтеру және халықтың, әсіресе жастардың арасында оны насихаттау. Біріншіден мәселе бар, мәселе ешқайда кетпейді. Өкінішке орай көп ұлттық әлем дүние болғанша дейін ол мәселе әрине бола береді. Сондықтан мемлекеттің міндеті ол ұлттық қауіпсіздікті сақтау мақсатында осы мәселелерді алдын алу. Мысалы, біздің елімізде енді құралдар, енді қаражат, және енді адами ресурстары жеткілікті. Сондықтан біз осындай іс-шараларды өткізіп отырмыз. Ол өте ерекше және маңызды іс болып саналады. Өйткені кейбір елдер, мысалы, ондай жұмысты не атқармайды, онда маңыздылығын көрмейді, немесе оларда мүмкіншілік жоқ. Біздің мемлекет оны жасап отыр. Біз оған енді өзіміз академия тарапынан,
ішкі істер министрлігі тарапынан оған белсенді атсалысамыз. Қазіргі қоғамда ұлтаралық жанжалдардан бөлек діни экстремизм, экстремистік идеологиялар да өршіп тұр. Бірінші ұғымына тоқталсақ, не мағына береді? Радикализм, экстремизм, терроризм, фундаментализм деген ұғымдар бар. Ал экстремизмнің ерекшелігі, ол әрине ең біріншіден, ол енді экстремистер, кейбіреулер, олар мысалы терроризмге итермелейді адамдарды. Олар неше түрлі лозунгтарды шығарады, бірақ өздері теракт жасамайды, оған қатыспайды, сыртта тұра береді. Ал ұлт деген, ол тек қана адамдар емес, ол мәдениет, өзіміздің тіліміз, дініміз, діліміз, өзіміздің еліміз, мемлекет, қоғам, қалалар, ауылдар, ол бәрі де ұлтқа жататын нәрсе. Біздің ұлы зиялылар, біздің ата-бабаларымыз, ол бәрі де ұлтқа жататын нәрсе. Мысалы, деструктивті діни идеологиялар және ағымдар, олар сол байланыстарды жояды. Тіпті кейбір азаматтарымыз сол ағымдарда кіріп кеткен кезде олар айтады, мен қазақ емес. Сондайлар да бар. Ондайлар да бізде сол деструктивті діни ағымдардың өкілдерінің арасында кездеседі, өкінішке орай. Нақты мемлекет тарапынан жасалып жатқан іс-әрекеттер ғана емес, мысалы отбасы ретінде, қоғам ретінде біз не істей аламыз? Дұрыс айтасыз. Енді қараңыздар, мен жаңа айттым ғой, деструкция деген байланысты жою, Мысалы, ең қарапайым мысал ретінде мысалды келтіретін болсақ, мысалы айтады, Алланың жолына немесе басқа қай дін болса да, Құдайдың жолына түскен жас жігіт, қыз бала болсын, айтады оған, сен әке-шешең, мысалы, олар да мұсылман ба? Дейді. Олар мұсылман, бірақ олар қандай, мысалы, қандай ырым жасайды, мысалы, қандай амалдарды жасайды, олар жасамайды. Значит, сен ата-аналарың, олар мұсылман емес. Сен мұсылмансың, олар мұсылман емес. Міне ең қарапайым мысал. Сен мұсылмандармен жүру керексің, олармен қарым-қатынас жасау керексің. Ал ата-ананан сен бас тарту керексің. Мысалы, біздің міндетіміз оны болдырмау үшін. Қоғамның, бар болған ата-бабаларымыздан аманат ретінде қалған дәстүрлі байланыстарды адам ашылу керек. Басқа ұлт өкілдеріне ашылу керек. А басқа ұлт өкілдеріне ашылу деген сөз, оларды танып білу. Егер біз, мысалы, мен, мысалы, өзім неміс ауылда өскенмін. Мен неміс ұлтына ашылдым. Ол деген қалай? Мен өйткені немістердің мәдениетімен, олардың тілдерімен қызықтым. Мен мысалы қазір неміс тілде еркін сөйлеймін. Менде қазақ тілі мен уже өске есейген кезде меңгердім. Немістерге мен ашылдым, маған қызық болды. Олардың мәдениеті, олардың тамақтары, олардың салт дәстүрлері, ырымдары мысалы, бәрі де қызық болды. Олардың әдебиеттері. Енді мектепте сол неміс әдебиетін оқып, одан кейін сол меңгердім. Ал біздің елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері бар. Оларға ашылу деген, оларды танып білу, қорықпау. Өйткені адам таныған кезде, білген кезде қорқыныш өзімен өзі жойылады. Психологияда сондай әдіс бар. Қорқыныш объекті танып білгеннен кейін қорқыныш өзімен өзі жойылады. Сондықтан оны әлеуметтануда ондай қорқынышты басқа ұлтқа, басқа дінге, оны ксенофобия деп айтады. Бөгдеге қорқыныш деген. Сондықтан оны жою үшін адам дүниені тану керек. Ашық болу деген, ол қонақ жайлықты көрсету. Ол дәстүріміз енді. Ал ең біріншіден ашылу деген, ол дүниені танып білу. Міне. Онда ешқандай қорқыныш болмайды. Адам басқа бөгде ұлт өкілдерді, дін өкілдерді, оларды сол қалпында қабылдайды. Дін және қоғам бағдарламамыздың 3-ші шығарылымда қоғамдағы деструктивті идеологиялар мен ұлтаралық келісім мәселелерін сөз еттік. Түйін
діни сауаттылықты арттыру, сыни ойлау қабілетін арттыру және қоғамға ашық болу. Тек осылай ғана аталған мәселелердің алдын ала аламыз. Келесі кездескенше аман болыңыздар.